Алапат жер сілкінісінен зардап шеккен Түркия халқына түркістандық 9 дәрігер аттанады. Қатарында хирург, травматолог, невролог және ортопед мамандар бар. Барлығы да төтенше жағдай кезінде қызмет көрсетуге машықтанған білікті дәрігерлер. Сондай-ақ мамандардың барлығы түрік тілін еркін меңгерген. Облыстық клиникалық аурухананың тізімге алынған дәрігерлерінің қатарында терапевт, ортопед, нейрохирург, ангиохирург, проктолог, хирург және невропатолог мамандар бар. Базбірі жоғары санатты бөлім меңгерушілері. Тәжірибелі мамандардың еңбек өтілі 3 жылдан 26 жылға дейін. Олардың барлығы түрік, ағылшын тілдерін орташа деңгейде меңгерген. 5 маман бұған дейін Түркияда бірнеше рет тәжірибеден өткен екен. Өңірлерінен 5 маманнан сұралған еді. Бірақ біздің өңірден біздің ауруханадан 9 маман ерік білдіргендіктен біз 9 маманның да тізімін бердік. Кеше бүгін болмаса резидентура, интернатураны жақында бітірген дәрігерлер емес, 8 дәрігер хирургия саласы бойынша, 1 дәрігер терапия саласы бойынша маман болып табылады. Тамырлас ұлттың басына түскен қайға ортақтасқысы келетін жандар легі жетіп артылады. Бұл тұста дәрігерлер де аса белсенділік танытуда. Апаттық жағдайларда біз көп жұмыс істейміз. Біздің өзіміздің саламыз травматологиялық және ортопедиялық көмек болғандықтан, бұндай жарақат салдарынан бізде тәжірибе көп. Арыс қаласы жарылған кезде Арыс қаласына көмек ретінде Арысқа барғанбыз және осы жерде де қабылдағанбыз апат жағдайда. Ақ халаттыларды Түркияға жіберу туралы шешімді тек денсаулық сақтау министрлігі ғана шығара алады дейді өңірдің бас дәрігері. Бірақ Марат Пашимов бұйрық келсе кез келген уақытта мамандары аттануға дайын екендігін жеткізді. Алғашқы көмек көрсететін заттар болады, қолына дәрі-дәрмек болады, сонымен бәрі жинап, сонымен сол заттармен бірге барады. Қазір бізде дәрігерлер жеткілікті, олар да баратын болса, бізге ешқандай Түркістан халқы кедергі жасамайды. Олар бізге бөтен адамдар емес, біз біргеміз, көмек көрсетуге баруға да дайынбыз. Жалпы Түркияның сыртқы істер министрлігінің мәліметінше 65 елден 2600 апат маманы 10 провинцияда қызмет көрсетеді. Олардың арасында Америкадан бастап Грекияға дейін Ресей, Балкан, Еуроодақ пен НАТО елдері де бар. Айта кетерлігі, Түркиямен жиі дауласатын Израиль мен Грекияда зәйтүн бұтағын ұзатып, көмек топтарын жөнелткен. Ақтеңізде зәйтүн бұтағын ұзату жақсы ниеттің символы. Осылайша күллі дүние Түркиядағы апатта гуманизмнің үлгісін көрсетіп отыр. Алтынбек Амит, Нұридин Ысқақ, Түркістан 24.